Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен паникалық шабуыл жайлы әңгімелескім келіп отыр. Немесе орыс тілінен паникалық атака, иә? Жалпы паникалық шабуылдың бірінші белгілері қандай? Ең бірінші, сіздің басыңыз айнала бастайды. Жүрегіңіз өзінен өзі тез соға бастайды. Үрей пайда болады. Мен қазір өліп қалам ба, мен өліп бара жатырмын деген сияқты үрей пайда болады. Аяғыңыздан жер кетіп бара жатқан сияқты сезім болады. Содан кейін көзіңіз қарайып кетуі мүмкін, басыңыз айналып кетуі мүмкін. Сізге ауа жетіспейді, е? Сонымен қоса жабық жерлерге барсаңыз, бір ауа жетіспейтіндей, бір есіне бастайсыз, е? Сондай сезімдер пайда болады. Бұл паникалық шабуылдың белгісі. Өзім паникалық шабуылмен 1 жылдай ауырдым. Мен түрлі дәрігерлерге бардым, дәрілер іштім, еш нәрсе көмектеспеді. Анализдер тапсырдым. Не екенін ешкім таба алмай қойды. Содан кейін өзім зерттей бастадым, оқып, зерттедім. Себебі бұндай нәрсемен, бұндай симптомдармен өмір сүру мүмкін емес, менің өміріме толығымен өз кедергісін жасады, иә? Сосын зерттедім, оқыдым, мен толығымен айығып кеттім. Енді бүгін сіздермен жаңағы паникалық шабуылдан қалай құтылу керек екендігі жайлы ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен, жалпы паникалық шабуыл тек қана бір немесе екі себептен пайда болмайды, ол бірнеше себептің тоғысуынан пайда болған организмнің жалпы сізге берген реакциясы. Бұлай өмір сүруге болмайды, бұлай өмір сүру маған ұнамайды деп организм сізге айтып тұр. Жүйке жүйесіңіз, организміңіз айтып тұр. Мен оның себептерін өзімнің мысалыммен келтірейін, себебі жаңағы оқығанда барлық себептер менде болды. 6-7 себеп менде болды, барлығы тоғысып, жаңағы паникалық шабуылға алып келді. Ең бірінші себеп, мен мысалы ой еңбегі, тым көп ой еңбегі. Мен 2-ші курс оқып жүргенде магистратураның 2 жерде жұмыс істедім, оқыдым, диплом жаздым, ана жерге үлгеру керек, мына жерге үлгеру керек, ой еңбегі барлығы қосып, жаңағы паникалық шабуылға түрткі болды, яғни ой еңбегі. Екінші, ол эмоциямен жұмыс істей алмау, эмоцияны дұрыс бере алмау. Жалпы өзім өте сезімтал адаммын. Біреу маған бір нәрсе деп айтса, мен оны басқалардан қарағанда жүрегіме жақынырақ аламын. Алайда ол адамдар менен шошып кетпес үшін, мен туралы біртүрлі ойлап қалмас үшін, мен көп нәрсені ішімде сақтайтын, ара қатынасымызды бұзбас үшін барлығын ішінде сақтап қалатын. Мен туралы біртүрлі ойлап қалмасын, қатынасымыз жаман болып қалмасын деп. Сол жақтан маған келген негативтер эмоция ретінде ішімде сақтала берді. Ол ешқайда шыққан жоқ. Сол ішімде сақталып, оның кері реакциясы ретінде паникалық шабуылды берді. Келесі, ол сіздің денеңізде үрей сезімінің болуы. Оны қалай түсінеміз? Мысалы, сіз үйде түнде жалғыз өзіңіз қонуға қорқасыз, жалғыз қалуға қорқасыз. Біреу артыңыздан келіп, сізге бір аруақша келіп, сізге бір нәрсе деп айтатындай бір сезім пайда болады. Яғни, айналадағы қоршаған ортаны сізге ешқандай қауіп төндірмесе де, сіз үрей сезімін сезініп тұрасыз. Ол қайдан пайда болады? Мысалы, кішкентай кезіңізде бір нәрседен қатты шошуыңыз мүмкін, немесе үйдегі ата-аналарыңыз қатты ұрсысуы мүмкін, немесе кішкентай кезіңізде өміріңізге көп қауіп төнуі мүмкін.
көбінесе соғыстан кейінгі балаларда сол қорқыныш сезім пайда болады, немесе ата-аналары мысалы айтады ғой, бір-біріне қол жұмсаған кезде әртүрлі ситуациялардың себебінен сол баланың немесе адамның денесіне үрей сезімі тұрақталып қалған. Белгілі бір өткен себептің кесірінен балада үрей сезімі бар. Келесі осы де вегетососудистая дистонияның болуы. Ол ауруға жатпайды, жай ғана симптом деп айтады дәрігерлер. Оның жалпы симптомдары қандай? Сіз көп отыра бергендіктен, көп қозғалмағандықтан, стресстан болуы мүмкін. Мына миыңызға қан дұрыс бармайды, мына жердегі тамырларыңыз өте жіңішкеріп кетіп, мидың қан айналымы нашарлағандықтан вегетососудистая дистония пайда болады. Яғни, миыңызға қан бармағандықтан дұрыстап жүрегіңіз тез-тез сарсылдай бастап, үрей сезім пайда болып, паникалық шабуылды шақыруы мүмкін. Осы негізгі себептері. Бірінші себеп ол тым көп стресс, ой еңбегі. Екіншісі ол үрейдің болуы. Үшіншісі вегетососудистая дистония, жаңағы айттым. Төртіншісі ол эмоциямен дұрыс жұмыс істей алмағандықтан осы паникалық шабуылға адам тап болады екен, реакциясы ретінде. Келесі, паникалық шабуылдан толығымен қалай айығып шығу керек екен жолдарымен сізбен бөліскім келіп отыр. Ең бірінші, есіңізде сақтаңыз. Адам паникалық шабуылдан өлмейді, және ешкім өлмеген. Осы ақпаратты есіңізде сақтасаңыз, кез келген жерде паникалық шабуыл пайда болғанда өзіңізді тыныштандыра аласыз. Паникалық шабуыл басталды ма, өзіңізге ал, кел, мен сені күтіп тұрмын. Одан әрі күшейтіңіз, кел деп шақырыңыз. Адам бұдан өлмеген деп өзіңізді тыныштандырыңыз өстіп. Осы ең керемет методик. Ақпараттардың ішіне маған ең осы келгені, мені тыныштандырған осы ақпарат екен. Келесі ол кішкене ой еңбегін азайтуға тырысыңыз, өзіңіздің денеңізді тыңдаңыз. Жаңа мен жоғарыда айттым, паникалық шабуылдың бірде-бір себебі ол ой еңбегі, түрлі стресстік ситуациялар деген сияқты. Оның себебі неде? Адамның миы жалпы әртүрлі қалыпта болады. Альфа қалпы, бета, дельта, тетта деген сияқты. Бірақ негізгі үшеуін сізге түсіндіріп өтейін. Жалпы альфа қалпы деген ол тыныштық қалпы. Адамның миында қалып, ол толқындармен айқындалады. Альфа қалпы ол тыныштық қалпы, мынандай түп-түзу болады. Ол толқын. Ол қай кезде болады? Сіз мысалы намаз оқысаңыз, медитация жасасаңыз, тыныштық қалпында, ол альфа қалпында болады. Бұл қалыпты, дені сау адамның қалпы, альфа қалпы. Ал келесі ол бета қалпы. Адам көп ой еңбегін жасаса, стресстік ситуация, және қорқыныш, үрей деген ситуациялар адам өмірінде болса, оның миының қалпы бета қалпы, қатты мынандай толқындар болады ғой, тынышсыздық қалпына түседі. Адамның миының қалпы тынышсыздық қалпына түседі. Келесі ол тетта, дельта, ол ұйқы қалпы, оларға тоқталмай қойын. Адам бета қалпында өте көп уақыт болса, ол түрлі ауруларға шалдығады, немесе паникалық атакаға тап болады екен. Сол себепті медитациямен айналысқан жөн. Егерде паникалық атакадан құтылғыңыз келсе, сіздің миыңыз бета состояниеда болады. Осыдан құтылғыңыз келсе, медитациямен айналысуға тырысыңыз. Өзім медитацияны Джо Диспензаның «Сила подсознания» атты кітабынан жасадым. Менде айтпақшы ол видео бар.
қалай жасау керек екендігін астында сілтемені жазып қоям, соған өтіп тыңдасаңыз болады, иә, жаңағы менің даусымның артынан сол іс-әрекетті жасаңыз. Бұл медитацияның қысқаша жасалу тәсілін айтып кетейін. Мысалы, тыныштық жерде, әрине, ешкім сізге кедергі жасамайтын жерде көзіңізді жұмып, демалып, әрбір мүшеңізге, мысалы, көзіңізге сканер жасағандай боласыз. Мысалы, көзіңізге 10 минут сканер жасағандай боласыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Келесі көзіңізге, шашыңызға, басыңызға, мұрныңызға, сөйтіп аяғыңызға дейін әрбір мүшеңізге 10-10 секундтай тоқталып шығыңыз, сонда сізде медитация болады. Келесі ол эмоциямен жұмыс істей білу керек. Егер де сізде паникалық шабуыл болса, яғни сіз эмоциямен дұрыс жұмыс істемейсіз, яғни сізде проблема бар деген сөз. Әрине, бірден эмоцияны қолға алу, дұрыс жұмыс істей кету оңай емес, е? Ең алдымен қандай қадамнан бастайсыз? Ең бірінші қадам ол, мысалы, сізге бір адам сіздің жүрегіңізге, сізге ұнамайтын нәрсе айтты ма, міндетті түрде реакцияны беріңіз, е? Ол адам шошып кетуі мүмкін басында, немесе қарым-қатынасыңыз жаман болуы мүмкін, жаман болып кетуі мүмкін, дегенмен де сіздің денсаулығыңыз маңызды. Реакция беріп үйреніңіз. Ішіңізде сақтамаңыз. Сіз сақтаған сайын ол паникалық шабуылға алып келеді, айтып үйреніңіз. Дегенмен де эмоциямен дұрыс жұмыс істеудің әртүрлі тәсілдері бар. Маған ең ұнаған методика ол Маршал Розенбергтің «Ненасильственное общение» атты методикасы. Осы кітабын оқысаңыз болады. Осылай аталады: «Ненасильственное общение», Маршал Розенберг. Немесе осы жайлы мен видео түсіргем, сілтемесінде жазып қоям астына. Өте керемет кітап. Мен ойымша, әрбір адам бұл кітапты оқуға тиісті деп ойлаймын. Келесі ол негативті адамдардан, негативті ақпараттан аулақ болыңыз. Сіз сезімтал адамсыз. Паникалық атака болса сізде, яғни сіз сезімтал адамсыз. Барлығын өзіңізге сіңіресіз, барлығын жақын қабылдайсыз. Сол үшін, мысалы, сізге досыңыз келеді ма, сізге анандай жаловаться етеді, өзінің негативін сізге жаңағы шелек болады ғой, мусордың шелек сияқты барлық негативін сізге құйып тастайды. Сіз өзіңізде мына жақта жұмысыңыз бар, мына жақта жұмысыңыз бар, барлығын өзіңізде сақтайсыз да, әрине сізде паникалық шабуыл болады. Сол себепті осындай негативті адамдардан кішкене аулақ болу керек, кішкене дистанция сақтау керек. Сонымен қоса, әрине қарым-қатынас маңызды, дегенмен денсаулығыңыз одан да маңыздырақ. Негативті адамдардан аулақ болуға тырысыңыз. Сонымен қоса, негативті ақпараттардан да аулақ болуға тырысыңыз. Ол спортпен айналысыңыз. Жаңағы вегетососудистая дистония деп айттым. Миыңызға қан дұрыстап бару үшін, мысалы, бассейнге барыңыз, мойынға арналған түрлі жаттығулар жасаңыз, жаңағы белсенді өмір сүруге тырысыңыз. Сонда паникалық шабуылдан құтылуға болады екен. Тағы да бір рет қайталап өтейік, қорытындылап. Не жасау керек? Ең бірінші ол әртүрлі медитация жасаңыз. Екіншісі ол эмоциямен жұмыс істей үйрену керек. Үшіншісі, тыныштандырыңыз өзіңізді. Жаңағы паникалық шабуыл келгенде, ал кел, мен паникадан өлмеймін, ешкім өлмеген деп өзіңізді тыныштандырыңыз. Керісінше, жаңағы паникалық атакадан қорқа бастасаңыз, сіз үрейді одан ары күшейтіп аласыз да, одан ары жаңағы паникалық шабуыл күшейіп кетеді. Келесі ол спортпен айналысыңыз. Содан кейін негативті адамдардан, негативті ақпараттан өзіңіздің денеңізді аулақ ұстаңыз. Егер де менің бөліскен ақпаратым сізге пайдалы болса,
лайк басып, комментарий жазуды, сонымен қоса міндетті түрде жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздерді әлі де талай қызықты видеолар күтуде.